Құрметті оқырмандар, Қазақстан даму банкінің 2024-33 жылдарға арналған ұзақ мерзімді даму стратегиясы банктің ұлттық экономикаға қосатын үлесін арттыруға негізделген. Біз экономиканың дамуына ең біріншіден әлеуметтік экономикалық әсері бар өңдеу өнеркәсіп пен инфрақұрылым жобаларын қаржыландыру, екіншіден активтерді тиімді басқару және үшіншіден тұрақты даму арқылы қол жеткізуді жоспарлап отырмыз. Соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстан даму банкі экономикаға 4,5 триллион теңгеден астам қаржы салды. Соның нәтижесінде 60 жоба іске қосылды және шамамен 15 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары пайда болды. Енді келер 10 жылдықтың ішінде банк өзінің несиелік және лизингтік қоржындарын жоғары сапада ұстау арқылы 2033 жылға қарай шамамен 9,3 триллион теңге қаржы салуды жоспарлап отыр. Тұрақты даму бағыт шеңберінде банк өз қызметіне ESG қағидаттарын енгізуді жалғастырады. Айта кететін болсақ, былтыр біз КАСЕ және АИКС биржа алаңында жасыл облигацияларды шығардық, қарыз алушыларға ESG критерийлерін әзірледік және Sustainable Fitch'тен алғашқы ESG рейтингі алынды.